Өзіңді есту үшін үнсіздік керек. Ақиқатты есту үшін тылсым тыныштық қажет. Ой тоқтаған жерде білім басталады. Ақылдың тыныштығы сырттан келмейді. Ол ішкі шудың жоғалуымен ашылады. Егер сен үнсіздікте бола алмасаң, сен еркінде бола алмайсың. Тыныштық Құдайдың тілі. Ал қалғанның бәрі нашар аударма. Сіз байқадыңыз ба, біз үнемі шудың ішінде өмір сүріп жүрміз. Шу біз үшін қалыпты жағдайға айналды. Біз соған үйрендік. Тіпті онсыз өмірді елестете алмайтын күйге жеттік. Ал тыныштық керісінше бір түрлі бөтен нәрсе сияқты сезіле бастады. Қауіп төндіргендей, мазасыздық туғызатындай. Бірақ неге бұлай болды? Неге ешкім бізге тыныштықтың қашан және қалайша қауіпті болып кеткенін түсіндірмейді? Неге миымыз бар болғаны 12 секунд толық тыныштықтан кейін-ақ үрейлене бастайды? Неге ол бұл күйді тірі қалуға төнген қауіп ретінде қабылдайды? Неге бір тәжірибеде ер адамдардың 60% өз-өзімен үнсіз қалмау үшін электр тогын соғуды таңдаған? Неге адам өзімен жалғыз қалудан гөрі физикалық ауырсынуды артық көреді? Ең басты сұрақ, неге тыныштық бізден жүздеген, тіпті мыңдаған жыл бойы жасырылып келді? Себебі тыныштық бос емес. Ол бәрін ашады. Ол сен көргің келмегенді көрсетеді. Сен сезінгің келмегенді сездіреді. Ал ең қауіптісі, тыныштықта сен өзіңнен қаша алмайсың. Дәл осыны біреулердің сенің көруіңді, сенің сезінуіңді ешқашан қаламаған үшін тыныштық ғасырлар бойы құнсыздандырылды. Қазір мен саған ғасырлар бойы бізден тартып алынған бір нәрсені көрсетемін. Сен оны өзің сезінесің, өзің түсінесің. Сол себепті мен сенен бір ғана нәрсені сұраймын. Көпшілік 80%, тіпті одан да көбі толық тыныштықта 1 минутта отыра алмайды. Қазір дәл осы сәтте барлық дыбысты өшір. Музыканы, фонды, тіпті осы видеоны да. Паузаға қойда, толық тыныштықта бар болғаны 1 минут отыр. 60 секунд. Уақытты белгіле. Таймер қой. Көпшілік 20-30 секундтан кейін шыдай алмайды. Іштен мазасыздық көтеріледі. Қол телефонға өзі ақ созылады. Бірдеңе қосқың келеді. Дыбыс. Музыка, кез келген фон. Және мұның әлсіздікке еш қатысы жоқ. Бұл ерік жігердің немесе мінездің кемшілігі емес. Бұл біздің ішімізге орнатылған бағдарлама. Ал енді ойланып көр. Неге бұлай? Неге Гарвард ғалымдарының зерттеуі бойынша миымыз бар болғаны 12 секунд тыныштықты тірі қалуға төнген қауіп ретінде қабылдайды? Неге ол тыныштықтан қорқады? Қашаннан бері тыныштық қауіпке айналды? Бұл сұрақты өзіне өте аз адам қояды. Ал сен соңғы рет қашан сыртқы әлемде емес, жүрегіңнің өз соғысын шын мәнінде естідің? Телефон арқылы емес, сағат арқылы емес, фитнес браслеті арқылы емес. Нағыз естідің бе? Сен соңғы рет қашан өзіңмен жалғыз қалдың? Толық тыныштықта. Және бұл біздің өмір ырғағымызда, біз өмір сүріп жатқан жағдайда мүмкін бе өзі? Ал қазір сен мұның неге жай ғана сән салтанатқа айналғанын, және неге бізді бұл тыныштықтан жайдан жай айырмағанын түсіне бастайсың. 2014 жылы Вирджиния университетінде ғалымдар бір тәжірибе өткізеді. Қатысушылардан бар болғаны 10 минутты өз-өзімен толық тыныштықта өткізуді сұрады. Ешқандай телефонсыз, ешқандай дыбыссыз. Оларды еш нәрсе алаңдатпау керек еді. Ер адамдардың 67%, яғни 3 адамның 2-і өз-өзімен үнсіз қалудан гөрі электр тогын соғуды жөн көрді. Ойланып көрші. Адамдар физикалық ауырсынуды өз-өзімен қалудан артық көрді. Бұл нені білдіреді?
Ол адамның ауырсынудан қорқатынын емес, өзімен кездесуден қорқатынын көрсетеді. Ал енді ойланып көр. Мұндай қорқыныш қайдан пайда болды? Пифагорды, монахтарды және ежелгі сопылық мистиктерді не біріктіреді деп ойлайсың? Олар білім жолының алғашқы жылдарын кейде тіпті 5 жылға дейін үнсіздікте өткізген. Бұл жаза емес еді. Бұл міндет емес еді. Бұл білімге жетудің қажетті шарты болатын. Биліктен де қауіпті білімге апаратын жол. Үнсіздік, сыртқы дыбыстардың, сыртқы қоздырғыштардың болмауы арқылы ақылдың терең қабаттарына ену тәсілі еді. Бұл біз бүгін үйренген білім алу форматына мүлде ұқсамайды. Себебі тыныштық рентген сияқты жұмыс істейді. Әдетте фондық шудың артында жасырын тұрғанның бәрін бірден көрсетеді. Христиан дәстүрінде тақуалар осы үшін шөл далаға кеткен. Құдайды табу үшін емес, өзімен бетпе-бет қалу үшін. Шөл адам қашып жүрген нәрсемен ақыры жалғыз қалатын кеңістік болды. Сол жерде адам өмір бойы жазбай келгенін, сезбей келгенін, мойындамай жүргенін көреді. Жақында бір әңгімеде мен бір ойды естідім. Адам өз өмірінде жиналып қалған шешілмеген нәрселердің келесі өмірлерге де өтіп кетуі мүмкін екенін сезінгенін айтты. Бұл ойдың қайдан келгенін өзі де түсінбеді. Бірақ оның шындығын жүрегімен сезді. Сопылық мистик Мансур әл-Халладж бір сөз айтқан. Үнсіздік тек жоғалуға дайын адам ғана көтере алатын сынақ. Өз бейнелерінен, маскаларынан, рөлдерінен, қорғаныс қабаттарынан бас тартуға дайын адам. Жай ғана өзімен қалу үшін. Неге бұл соншалықты қиын? Себебі сен осы сәтке дейін сезінген мазасыздық, тыныштықтағы жайсыздық, әлсіздіктің белгісі емес. Бұл адам санасына қарсы жасалған ең көне әрі ең табысты келісімдердің салдары. Бұл тыныштыққа қарсы жасалған келісім. Егер сен өзіңмен тыныштықта бола алмасаң, демек сен өз өміріңді толық басқара алмайсың. Бұл маңызды белгі. Өйткені адам ең қарапайым сәтте, тыныштықта өзін ұстай алмаса, одан күрделі сәттерде не күтуге болады? Әлемде ең тыныш бөлме бар. Ол Microsoft'тың штаб-пәтерінде орналасқан. Бұл бөлме шамамен 10 жыл бұрын салынған. Оны анехайкалық камера деп атайды. Ондағы шу деңгейі -20 децибелге дейін төмендетілген. Бұл ауа қозғалысынан да тыныш. Тіпті өз тынысыңнан да тыныш. Дайындалмаған адам үшін бұл бөлмеде болудың рекорды шамамен 45 минут. Ал алғашқы 10-20 минуттың өзінде қатты жайсыздық басталады. Елестетіп көр. Сен сол бөлмеге кіресің. Есік жабылады. 2 минуттан кейін түсінесің, мұндағы тыныштық дыбыстың жоқтығы емес. Бұл саған қысым жасайтын күштің әсері. Сен бұрын ешқашан естімеген дыбыстарды ести бастайсың. Буындарыңның сықырын, қанның самайында қалай ағып жатқанын, ауаның өкпеңнен қалай өтетінін. Кенеттен сенің өз денең әлемдегі ең дауысты оркестрге айналады. Бұрын сен оны ешқашан естімегенсің. Адамдар тамырларындағы қанның қозғалысын нақты ести бастайды. Жүрек соғысы барабан сияқты соғады. Өкпенің жұмысы айқын сезіледі. Кейбіреулер тіпті көз алмасының қозғалғанын сезетінін айтады. Ал шамамен 30 минуттан кейін көпшілік адамдар дауыстар ести бастайды. Бұл олардың есінен адасқан емес. Бұл шизофрения да емес. Бұл мидың ақпараттық вакуумда кем дегенде қандайда бір сигнал жасауға тырысқаны. Ол кез келген шуды жасауға дайын. Тек өз астында не жасырынғанымен бетпе-бет келмес үшін. Бұл нағыз тыныштық. Осыны есте сақта. Кейін бұл деталь маңызды кілтке айналады. Биологияда мұны ішкі диалог желісі немесе рефлексия деп атайды. Толық тыныштықта бұл жүйе өздігінен қосылады.
Сол кезде жылдар бойы шудың астында жасырынғанның бәрі бетіне шығады. Ескі қорқыныштар, ұмытылған күйзелістер, өмірде толық өткермеген сезімдер. Сондықтан тыныштықта мазасыздық пайда болады. Кейде адамдар оны тіпті бір түрлі, түсініксіз күйлермен шатастырады. Есту жүйкесі сыртқы дыбыс болмаса да миға импульс жіберуді тоқтатпайды. Ал ми сол импульстарды өзі толықтырып, дыбысты жоқ жерден жасай бастайды. Бұл оның қорғаныс механизмі. Миға кез келген тірек қажет. Өйткені сол арқылы ол шындықты құрастырады. Ал 10-15 минуттан кейін қан айналымы айқын сезіле бастайды. Ми сыртқы бағдарлардың бәрінен айырылады. Сол сәтте үрей туады. Сол себепті ғарышкерлерді ұшуға дейін тыныштық камераларында дайындайды. Себебі ғарышта олар осыған ұқсас тәжірибемен бетпе-бет келеді. Ұзақ уақыт осындай тыныштықта болу тіпті дайындалған адамдардың өзінде мазасыздық пен бағдарсыздық тудырады. Бірақ мұнда бір өте қызық парадокс бар. Адам миы мыңдаған жыл бойы тыныштық болған әлемде қалыптасты. Мыңдаған адамдар үздіксіз фон болмаған кеңістікте өмір сүрді. Ол кезде дыбыстар сирек болатын. Сынған бұтақтың сықыры, желдің үні, судың сылдыры, жануардың қадамы, қысқа дабылдар ғана. Дәл осы ортаға біздің жүйке жүйеміз бейімделген. Ал бүгін сол ми толық тыныштыққа бір сағатта шыдай алмайды. Бұл нені білдіреді? Бұл біз миды тұрақты фондық шумен соншалықты артық жүктегенімізді білдіреді. Бұрын табиғи болған орта енді қауіп ретінде қабылданады. Монахтар мен кейбір шектен шыққандар жылдар бойы денені де, назарды да осы тыныштыққа үйретеді. Өйткені тыныштық оларды жоймайды. Керісінше, ол жасырын тұрғанның бәрін ашады. Ежелгі дәстүрлерде тыныштықтан қозғалыстың ақиқаты туады деген түсінік болған. Сыртқы шу жоғалғанда адамның ішкі әлемі естіле бастайды. Сібір шамандары тыныштықта рухтың не қалайтыны естіледі деген. Сол сияқты солтүстік Американың байырғы үндістерде тыныштықты ұлы рухтың тілі деп санаған. Адамдар сөздермен сөйлейді. Ал қалғанның бәрін тыныштық айтады. Бірақ біз сондай бір дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Онда адам әлемдегі ең тыныш бөлмені жасай алады. Алайда өз денесінің дыбысына шыдай алмайды. Неге бұлай болып кетті? Себебі тыныштық бізді өзімізден қашып жүрген жерге қайтарады. Ойлап көр. Неге рекорд бар болғаны 45 минут? Адамдар бұл тыныштықта нені көреді? Нені сезінеді? Неге олар бірнеше минуттан кейін ақ берілгісі келеді? Жауап акустикада да, физиологияда да емес. Жауап сенің психикаңның құрылымында. Ең қорқынышты тыныштық сырттағы емес, ішкі тыныштық. Ал бізді кез келген жолмен сол ішкі тыныштықтан қашуға үйретеді. Кез келген шудың ішіне. Қалада тұратын орташа адам тәулігіне 1 минутта толық тыныштықты бастан кешірмейді. Түнде де шу бар. Қазір дәл осы сәтте ойланып көр. Сен соңғы рет қашан ештеңе ойламай, жай ғана тыныштықта отыра алдың. Көлікте емес, құлақ қаппен емес. Ұйықтар алдында әлеуметтік желіге кіріп кетпей. Шын мәнінде қашан? Егер сен соңғы рет қашан шын мәнінде тыныштықта отырғаныңды еске түсіре алмасаң, бұл жай ғана жеке әдет емес. Бұл тұтас бір жүйенің нәтижесі. Сен бір экономиканың қатысушысың. Ал сенің назарың сол экономиканың негізгі ресурсы. Тұрақты фондық шу адамның зейінін әлсіретеді. Бұл тек сезім емес, зерттеулермен дәлелденген құбылыс. Үздіксіз дыбыстар, хабарламалар, музыка мен фон, ақыл ой қабілетін айтарлықтай төмендетеді.
Кеңседегі шу, құлаққаптағы әуен, тоқтаусыз ескертулер, мұның бәрі күрделі ойлау қабілетін әлсіретеді. Адам терең ойлаудан гөрі тез реакция беруге үйренеді. Мен мұны өз тәжірибемнен білемін. Бір ойға шоғырлану үшін, бір шешім табу үшін, мен кеңседе бос келіссөз бөлмелерін іздеп, есікті жауып, шудан оқшаулануға мәжбүр болатынмын. Тек сол кезде ғана ой жинақтала бастайтын. Бірақ ең қызығы бұл да емес. Шу индустриясы адамның тыныштықтан қорқуына сүйеніп, орасан табыс табады. Ақ шу, табиғат дыбыстары, ұйқыға арналған қосымшалар, медитацияға арналған әуендер, шоғырлануға арналған фондар. Біз мұның бәрін жүктейміз. Тыңдаймыз, бірақ тыныштықты табу үшін емес. Өзімізді естімеу үшін. Зерттеулерге сүйенсек, адам тәулігіне шамамен 1200 рет назарын басқаға аударады. Шу осы айналымды тоқтатпай ұстап тұратын отынға айналған. Назар, хабарлама, музыка, қысқа бейнелер. Мұның бәрі дофаминнің шағын мөлшерін беріп, адамды үздіксіз айналымда ұстайды. Қалалық ортадағы дыбыс деңгейі табиғи тыныштықтан бірнеше есе жоғары. Сол себепті мегаполис тұрғыны тыныш сергектік күйіне өте сирек түседі. Біз шудың ішінде өмір сүреміз. Шудың ішінде ұйықтаймыз. Миымыз бұл тыныштықты ұмытып қалған. Сонда сұрақ туады. Тыныштықты кім басқарады? Қызығы мынада, ең бай адамдар тыныштықта қалу үшін ақша төлейді. Ал қарапайым адамдар өздеріне шу жасау үшін төлейді. Байлар байланыссыз кеңістіктерді іздейді. Телефондарын өшіреді. Интернетсіз ортаға барады. Өйткені олар тыныштықтың құнды ресурс екенін түсінеді. Бұл жаңа ой емес. Буддистік дәстүрде ақиқат тек ақыл тыныштығында ғана естіледі дейді. Ал қалау қабылдауды бұрмалайтын шу тудырады. Соплар да осыны айтқан. Ішкі шу жүректі тұмандандырады. Ол шындықта айнадай көрсетуге мүмкіндік бермейді. Екі жолда бір нәрсені меңзейді. Тыныштық бос кеңістік емес. Ол әдетте бізден жасырын тұрғанды естудің жолы. Ал бүгінгі әлем даңғырлаған базарға айналған. Бұл базарда шу мағынаның орнын басып кеткен. Біз мағынаны шудан іздейміз. Дауыстарды тыңдаймыз. Ақпаратты тұтынамыз. Бірақ соның бәрімен бірге өзімізді жоғалтамыз. Егер шу құрал болса, онда бір сұрақ қалады. Бұл құралды тек соны пайдаланатындай етіп ұстау кімге тиімді? Бір мысал айтайын. Жақсы қызметі бар әйел, тұрақты жұмыс, қалыпты өмір. Сырт көзге бәрі дұрыс сияқты. Бірақ бір ойы бар. Сол ой бүкіл осы үйреншікті құрылымды бұзады. Ол айтады, мен не үшін өмір сүріп жүргенімді түсінбеймін. Күндер бір-біріне ұқсас. Жұмыс, үй, сериалдар тағы бір деңе. Кешке бәрін өшіремін. Тек ойланбау үшін. Ішінде бос кеңістік бар. Бірақ өмір өтіп жатқандай, ал өзі соның жанынан өтіп бара жатқандай сезіне. Біз осыны бірге талдай бастағанда, мәселе оның шаршағанда немесе күйіп кеткенде емес екені анық болды. Мәселе ол өз-өзімен байланыс жоғалтқан. Дене өмір сүріп жатыр. Ал жанмен ішкі өзекпен байланыс өшірілген. Тек сол бос сезімді сезбеу үшін. Әрине, ақыл бұған жауап ретінде үнемі шу жасайды. Ол бұл шуды маңыздырақ бір нәрсенің жоқтығын өтеу үшін құрастырады. Сол үшін сериалдар бар. Жаңалықтар бар. Бітпейтін істер мен тапсырмалар бар. Өйткені шу тоқтаған сәтте қорқыныш пайда болады. Бірақ дәл сол қорқыныш арқылы ғана адам өзіне қайта орала алады. Мен мұндай жағдайларды көп көрдім. Және олардың бәрі бір нәрсені көрсетеді. Күйіп кету, өмірден шаршау, мағынаны жоғалту бұл істердің көптігінен емес.
Бұл тым ұзақ уақыт бойы өзіңсіз, шу ішінде өмір сүргеннің салдары. Сен бірдеңені таңдап жүрмін деп ойлайсың. Бірдеңені естіп жүрмін деп ойлайсың. Бірақ шын мәнінде шу сені таңдап жүр. Ал тыныштықта керісінше болады. Сол автоматты, тұтынушы адам жоғалады. Оның орнына тірі адам пайда болады. Неге біз бұрын табиғи болған күйді қорқамыз? Жауап психологияда ғана емес. Ол тарихта жатыр. Мыңдаған жылдар бойы бір заң болған. Кім тыныштықты бақыласа, сол ақиқатқа және билікке қол жеткізеді. Бұл заң ешқайда жоғалған жоқ. Бірақ қазір осы заңды ұмытып қалдық. Пифагор теоремасын көбіміз оқыдық. Алайда Пифагордың шәкірттеріне берген ең басты сабағы басқа еді. Пифагордың мектебінде шәкірттер бірнеше жыл бойы міндетті түрде үнсіздікте болған. Бұл жаза емес еді. Бұл тәртіпте емес еді. Бұл Пифагордың оқыту технологиясы болатын. Олар сөйлемеді, тыңдады, бақылады, жылдар бойы өз назарын баптады. Ақылын тыныштандыруды, қарсы шықпай тыңдауды, пікірдің жаңғырығын өшіруді үйренді. Бұл қасиет үнсіздік деп аталды. Ақыл басқа пікірлердің, автоматты қарсылықтың, түсіндірмелердің эхосынан тазаланғанда ғана адам естуге қабілетті болады деп сенген. Олар тек осы тыныштықта ғана әлемнің музыкасын естуге болады деп санаған. Көзге көрінбейтін ырғақтарды, ішкі үйлесімді. Қазіргі ғылым бұл принципті растайды. Зерттеулер көрсеткендей, бірнеше минут тыныштықтың өзі мида жаңа нейрондардың өсуін іске қосады. Есте сақтау мен үйрену қабілеті жақсарады. Тыныштықта ми өз сүзгілерін қайта баптайды. Адам бұрын назарынан тыс қалған нәрселерді байқай бастайды. Ежелгі дәстүрлер мұны білген және пайдаланған. Білім сөздердің көптігінен емес, олардың арасындағы үзілістен туады. Сол үзілісте мағына пайда болады. Бұл сенің ішіңдегі пауза. Сол паузада естігеніңді сіңіруге мүмкіндік туады. Сопылар үнсіздік жүректі тазартады деген. Көптеген рухани ұстаздар тыныштықта адам өз-өзіне оралады деп сенген. Кейбір дәстүрлерде адамдарды әдейі үнсіздікке үйреткен. Әлемнің тәртібін есту үшін, сезу үшін. Афон монахтары жарықты есту үшін үндемеген. Олар мұны ақылды тыныштық деп атаған. Бір рухани ойшыл былай деген, тыныштықта адам адамнан да үлкенге айналады. Бұл метафора емес еді. Бұл ішкі өзгеріске арналған нақты тәсіл болатын. Монахтар кейде күндерге, апталарға, тіпті айларға созылатын үнсіздікке кірген. Олар мұны елес немесе қиял емес, нақты күй ретінде сипаттаған. Қызығы, олар бұл күйді бір-бірінен тәуелсіз, бірдей сөздермен суреттеген. Қазіргі ғылым мұны да түсіндіре алады. Терең дұға немесе толық тыныштық кезінде мида кеңістікті бағдарлауға жауапты аймақ уақытша бәсеңдейді. Сол сәтте адам өзін әлемнен бөлек емес, тұтас нәрсенің бөлігі ретінде сезінеді. Шекаралар жоғалғандай болады. Бірлік сезімі пайда болады. Бұл нақты нейрофизиологиялық күй. Өз ішкі шу басылғанда ең маңыздысы естіледі. Өсу дәл осы жерден басталады. Тыныштықта ең алдымен дене жауап береді. Ақыл емес, тек дене ғана. Алғашқы минуттарда ештеңе өшпейді. Керісінше ми мүлде басқа режимге ауысады. Сыртқы сигналдардың ағыны бәсеңдейді, ішкі жүйелер іске қосылады. Осы сәтте ми жиналып қалған ішкі шуды сұрыптай бастайды. Жады мен назарға жауап беретін аймақтар ретке келтіріледі. Бұл тазалау процесі. Көп адам тыныштықта ақыл сөнеді деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде дәл осы кезде ол алғаш рет өз жұмысымен айналыса бастайды.
Басың ашық қоймаларға толы сияқты. Аяқталмаған ойлар, жабылмаған сұрақтар, үнемі кернеуде тұрған ішкі тізімдер. Көзді жұмып көрде, дәл қазір олардың қаншасы ашық тұрғанын сезін. Тыныштықта ғана оларды біртіндеп жабуға мүмкіндік пайда болады. Даналық туралы бір фильмде былай деген: дана адам жауап іздемейді. Ол жауаптар туатын кеңістікті тазартады. Бұл дәл осы сәтте болып жатқан нәрсенің нақты сипаттамасы. Алғашқы бірнеше минут тыныштықтан кейін дене біртіндеп босаңсиды. Дем алу тереңдейді. Иықтар өздігінен төмендейді. Кернеу азая бастайды. Стрестік гормонның деңгейі төмендейді. Бұл әсер кейде ұйқыдан да жылдам сезіледі. Себебі сен денеге кедергі жасауды тоқтатасың. Оны үнемі түзетуді, бақылауды, жеделдетуді қоясың. Сол кезде дене өзін өзі қалпына келтіруге кіріседі. Бірақ осы сәттен кейін көп адамды шошытатын кезең басталады. Тыныштықта іштен көтерілетін нәрселер пайда болады. Ұзақ уақыт бойы жасырып келген шаршау, қорқыныштар, қысымдар, мазасыздық. Бұл жылдар бойы арқалап жүрген жүк. Біз оны сезбеу үшін көп күш жұмсаймыз. Сол үшін шуға тығыламыз. Бұл жүк тек энергияны ғана емес, сезінуді де алып қояды. Өмірдің дәмін де өшіреді. Жақында бір адаммен жұмыс барысында ол кенеттен осы жүктің барын анық сезінді. Тіпті оны үстінен жабылған күмбез сияқты қабылдады. Қорғайтын сияқты, бірақ шын мәнінде бәрін тұншықтыратын. Егер сен осы жүктен қашпай, оны байқай бастасаң, біртіндеп тарқатсаң, бірнеше минуттан кейін өзіңмен шын кездесу басталады. Осы тыныштықта өзіндік сананың орталығы басқа режимге ауысады. Рөлдерге, бейнелерге, анықтамаларға байланыс әлсірейді. Адам өзін жай ғана бар күйінде сезіне бастайды. Бұл медитацияның бір түрі ғана емес. Бұл өзіңе қайта оралу. Ұмыт қалған ішкі тепе-теңдікті қайта сезіну. Бірақ дәл осы жерде көп адам тоқтайды. Қарсылық пайда болады. Ашулану келеді. Осы күйден қашқын келеді. Тыныштықты бірден бұзғын келеді. Бұл қалыпты нәрсе. Себебі тыныштықта эго өзін қауіпте сезеді. Ол үшін тыныштық қозғалыстың, бақылаудың, реакцияның тоқтауын білдіреді. Эго дәл осының есебінен өмір сүреді. Шу бар жерде эго бар. Реакция бар жерде ол өзін тірі сезінеді. Сол себепті тыныштықты эго өлім сияқты қабылдайды. Ол оны қауіп деп көреді. Тіпті тірі қалуға төнген қатер ретінде сезеді. Алғашқы минуттарда қолдың телефонға созылуы, ойдың жан-жаққа қашуы, ішкі мазасыздықтың күшеюі, мұның бәрі эгоның соңғы әрекеттері. Ол сені қайтадан шуға қайтаруға тырысады. Таныс ортаға, қауіпсіз көрінетін ортаға. Сол үшін ашу пайда болуы мүмкін. Тітіркену, тіпті қарсылықпен ыза. Бұл сенің әлсіздігің емес. Бұл ішкі құрылымның жұмыс істеу тәсілі. Егер осы сәтте тыныштықта қала алсаң, ештеңе істемей, ештеңені түзетпей, ештеңеден қашпай, өте маңызды бір шекарадан өтесің. Осы шекарадан кейін тыныштық енді қауіп емес. Ол кеңістікке айналады. Осы жерде ішкі компас пайда бола бастайды. Интуиция оянады. Шешімдер ақылдан емес, тұтас болмыстан келе бастайды. Шығармашылық осы жерден туады. Жаңа түсініктер дәл осы жерде қалыптасады. Ағын күйі осы жерден басталады. Сол себепті тыныштық адамды ішінен еркін етеді. Ал ішінен еркін адамды басқару әлдеқайда қиын. Дәл осы себеппен тыныштық туралы көп нәрсе айтылмайды. Оны ұсақтайды. Қарапайымдандырады, құнсыздандырады. Ал шын мәнінде тыныштық ең терең тәуелсіздіктің күйі.
Балалық шақта бізде бір қызық тәжірибе болған. Қателік жасағанда бізді бұрышқа тұрғызатын. Бұл жаза сияқты көрінетін. Бірақ мәніне үңілсек, ол басқа нәрсе. Бала сыртқы қоздырғыштардан уақытша ажыратылатын. Ойыншықтардан, әңгімеден, назардан ол жалғыз қалатын. Сол сәтте бала өз әрекетімен емес, өз эмоцияларымен бетпе-бет келетін. Айта алмағанымен, сезіп жүргенімен, шыдай алмағанымен. Бұл тыныштыққа мәжбүрлі кіру болатын. Қатал, дайындықсыз, бірақ механизм дәл сол еді. Адам не жасырып жүргенін, неден қашып жүргенін, тыныштық әрқашан көрсетеді. Сондықтан біз ересек өмірде де тыныштықтан қашамыз. Себебі ол бізді сол ішкі кеңістікке қайтарады. Көп адамнан мен бір сөзді естідім. Бізді тыныштықтың өзі емес, сол тыныштықта кездесетін адам қорқытады. Өйткені ол адам бетпердесіз, рөлсіз, әдетсіз. Және бұл видеоның дәл ортасында тоқтағаным да кездейсоқ емес. Мен бастапқыда тыныштық туралы тағы көп нәрсе айтқым келді. Неге оны ғасырлар бойы тыйым салды? Неге Джордано Бруно ішкі үнсіздік туралы ілім үшін жазаға тартылды? Неге Сопы Мансур Әл-Халладж мен ақиқатпын деген сөз үшін өлімге кесілді? Өйткені ішкі тыныштықты естіген адамды басқару мүмкін емес. Бірақ осының бәрін түсіндіру тағы да шу. Әдемі, ақылды, мүмкін пайдалы. Бірақ бәрібір шу. Тыныштықты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Оны тек бастан кешіруге болады. Сол себепті мен енді түсіндіруді тоқтатамын. Енді тәжірибеге көшеміз. Енді ештеңе түсіндірудің қажеті жоқ. Енді тек тәжірибе ғана бар. Отырған күйінді өзгертудің керегі жоқ. Денеңді түзетудің де қажеті жоқ. Бар болғаны қалай отырсаң, солай отыра бер. Көзіңді жұмсаң болады. Немесе бір нүктеге жай ғана қарап отыр. Енді назарыңды тынысыңа аудар. Оны өзгертпе. Тереңдетпе, баяулатпа, тек қалай бар, солай байқап отыр. Ауа кіріп жатыр. Ауа шығып жатыр. Осы сәтте ештеңе жасау міндетті емес. Ештеңеге жету де шарт емес. Сен ешқайда асығып тұрған жоқсың. Егер ойлар келе бастаса, бұл қалыпты. Оларды тоқтатуға тырыспа. Қуып жіберме. Тек байқа. Ой келді. Ой кетті. Егер мазасыздық пайда болса, оны да байқа. Денеде қай жерде сезіледі? Кеудеде ме? Іште ме? Иықта ма? Оған ат қойма. Түсіндірме, тек сез. Қазір сен тыныштықты жасап отырған жоқсың. Сен оған кедергі болуды тоқтаттың. Сол себепті ол өздігінен ашылады. Егер бір сәтке болса да бәрі жайланғандай сезілсе, дәл сол жеткілікті. Ұзақ болудың қажеті жоқ. Бұл жаттығу емес. Бұл тәжірибе. Осы тыныштықты есте сақта. Оны ұстауға тырыспа. Ол кетеді. Қайта келеді. Бұл қалыпты. Маңыздысы, сен енді оның бар екенін білесің. Ал өмірдің даңғырлаған сәттерінде, шешім қабылдайтын кезде, шаршағанда немесе адасқанда сен қайда оралу керегін білетін боласың. Себебі тыныштық қашатын жер емес. Бұл ішіңдегі жылы үй. Осы видеоны соңына дейін тыңдағаныңа рахмет. Егер осы жолда өзің үшін бір маңызды нәрсе естісең, мен үшін соның өзі жеткілікті. Барлығыңа тыныштық пен амандық тілеймін.